Интернетте ұсталған күдіктінің осындай қадамға баруына жеке мәселе, оның ішінде қызғаныш болуы мүмкін деген ақпарат тарап жатыр. Шымкент әкімшілігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мен өзім енді сайттардан оқығаннан кейін әрине бұған ашуландым. Себебі бұл бізде бір ғана әкімнің орынбасарының артынан еріп жатқан сөз емес. Бізде ауыл аймақтарда мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін қыз-келіншектер осылай өздерінің басшыларынан харасмент болып жатқан үнемі маған шағымданып келеді. Сол себепті ол да болуы мүмкін деген ойға келдім мен ақпараттар көздерінен оқи келе. Себебі бұл маған бір таң қалатын жаңалық емес. Себебі осыдан 2 күн бұрын дәл осындай жағдаймен маған Түркістан облысынан шағымданып келген қызметкер болды. Жаңағы басшылық тарапынан осындай харасмент көріп жатқан жайлы. Сол себепті жан-жақты қарау керек болған.